Саламатсыздар ма әріптестер? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Ілияс Есенберлиннің «Қаһар» романы. Оқу мақсаты 1.11.1.1.1. Әдеби шығарманың сюжеттік композициялық құрылысын талдау арқылы көтерілген ғаламдық мәселелерді терең түсіну. Сабақ мақсаттары: роман үзіндісінің сюжеттік желісін талдайды, кейіпкерлердің іс-әрекеті мен тарихи жағдайды саралайды, көтерілген ғаламдық мәселелерді сатқындық, отаршылдық, бостандық үшін күрес, бірлік пен әділетті анықтап, қазіргі өмірмен байланыстырады. Сабағымызға ену үшін қызығушылығын ояту сәтінде әлемдік мәселелер кімге ортақ әдіс арқылы мұғалім оқушыларға сұрақ қояды. Яғни, бүкіл адамзатқа ортақ, уақыт пен кеңістікке тәуелсіз, әр дәуірде өзекті болып қала беретін әмбебап мәселелерді қалай атаймыз? Яғни оқушылар жауап береді: ғаламдық мәселелер деп. Бұл мәселелер тек қана қазаққа ма, әлде бүкіл адамзатқа ортақ па? Оқушылар бұл жерде пікір айтып, ой бөлісіп, сабақтың тақырыбын ашып шығамыз. Сабағымыздың негізгі бөлімін сюжеттік карта әдісі арқылы топтық жұмыспен жалғастырамыз. Тапсырма: оқиғалардың байланысын сақтай отырып, сюжеттік картаны құрастырыңыздар. Бұл тапсырманы орындамас бұрын біз бір күн бұрын оқушыларға үй тапсырмасына Есенгелді және Саржан бөлімін оқып беруге тапсырамыз. Ал енді бүгінгі сабақта оқушыларды 3 топқа топтастырып, тапсырмаларды орындатамыз. Бұл тапсырманың дескрипторы Есенгелді мен Саржан бөліміндегі негізгі оқиғаларды атайды. Оқиғалардың басталуын, дамуын, шешімін сюжеттік картада көрсетеді. Кейіпкерлер іс-әрекетін дәлелдермен түсіндіреді. Өз ойын топ ішінде ортаға салып, бірлесіп жұмыс жасайды. Сюжеттік картаны көрнекі әрі түсінікті етіп рәсімдейді. Тапсырма: 3 топқа берілетін тапсырмалар. Бірінші топ экспозициямен байланысты анықтау, екінші топ даму мен шиеленісін анықтау, үшінші топ шарықтау шегі мен шешімін анықтап, тапсырманы орындайтын болады. Оқушылардың тапсырмаға орындаған жауаптарын тыңдап болғаннан кейін, тапсырманың ықтимал жауаптарын тыңдатып, олармен салыстыратын боламыз. Бірінші топ экспозиция: Ресей отаршылдығы мен қазақ даласындағы жағдай. Байланыс көтерілістердің басталуы, Қасым төре әулетінің күресі. Екінші топ даму: Сержан мен Есенгелдіге қастандық жасалуы, шиеленіс, хан ордасына шақырып алдауы. Үшінші топ шарықтау шегі: жендеттердің Саржан мен Есенгелдіні қылышпен өлтіруі, шешім, батырлардың сатқындықпен қаза табу, ұлт қайғысы. Бүгінгі сабағымыздың мақсатының орындалуына екінші тапсырмаға оқиға ізімен кейіпкерге сұрақ рөлдік тапсырма әдісін қолданатын боламыз. Әр топ белгілі кейіпкердің рөлін алып, сұрақ-жауап жүргізеді. Мысалы, бірінші топ Саржанға, екінші топ Есенгелдіге, үшінші топ Құшбегіге. Оқушылардың оқиғаны оқу барысындағы өздерінің түсініп таныған жауаптарынан бөлек ықтимал жауаптармен салыстыруға болады. Мысалы, Саржан: саған қандай қасиет жетпеді? Семсерді неге тастамадың? Есенгелдіге: сен не үшін күрестің? Ұрпаққа қандай өсиет айтқың келеді? Құшбегі: неге сатқындық жасадың? Одан қандай пайда күттің? Деген сұрақтарды қоюға болатынын салыстырма жұмыс арқылы көрсетуге болады. Жеке жұмысты ғаламдық мәселелер тап ой-талқы тапсырмасы арқылы орындауға болады. Мысалы, нұсқау: үзіндіні оқисыңдар, жиіден мына сұрақты қойыңыздар. Жасанды интеллект арқылы жұмыс болады. Яғни бұл «Қаһар» романында халықтың жерінен айырылуы, ерлердің қанының төгілуі сияқты жағдайлар бүгінгі ғаламдық мәселелердің қайсысына сәйкес келеді? Жасанды интеллектінің берген жауабын тыңдап, топпен бірге талқылаңыздар. Өздеріңіздің көзқарастарыңызды қосып, ғаламдық мәселелерді қоса атаңыздар деген тапсырма беріледі. Бағалау критерийі: үзіндіге мәселелерді қазіргі заманмен байланыстырады.
жасанды интеллекттің жауабын қолданады және толықтырады. Ғаламдық мәселелерді анықтайды. Дескриптор жасанды интеллектіден алған ойды дәптерге жазады, өз көзқарасымен салыстырады, ғаламдық мәселелерді айтады. Мысалы, соғыс, әділетсіздік, экологиялық қауіп, ұлттар арасында қақтығыс, тәуелсіздікке ұмтылыс деген сияқты мәселелерді атап көрсететін болады. Бұл тапсырманың жауабы әртүрлі болуы мүмкін, себебі оқушылар жасанды интеллектке берген промпттарының жауаптарына қарай жасанды интеллекттің жауабы әртүрлі болуы мүмкін және өздерінің сол жауапқа қарай көзқарастары әртүрлі болуы мүмкін. Десе де ықтимал жауаппен салыстырып көруге болады. Жасанды интеллект бұл мәселелерді соғыс пен қақтығыстар, тәуелсіздік үшін күрес, әлеуметтік әділетсіздік, ғаламдық проблемаларына жатқызуы мүмкін. Біз бұған қосымша ұлт бірлігінің әлсіреуі және бейбітшілікті сақтау мәселелерін де қосар едік деп оқушылармен кеңінен талқылауға болатын әдіс. Сабағымызды қорытындылау мақсатында әр тапсырмадан кейін ұстаз бен оқушылардың арасында кері байланыс жасалынып, қалыптастырушы баға қойылғаннан кейін қорытынды кезеңінде ыстық орындық әдіс арқылы сабақты қорытындылайтын боламыз. Бір оқушы Кенесары рөлінде отырып, сынып оған сұрақ қояды. Бүгінгі жастарға қандай өсиет айтар едіңіз? Бостандықты сақтау үшін не істеу керек? Және рефлексиясы, сабақтан не қызықты болды, мен үшін не қиын болды және қосымша білгім келеді деген бөліктерге оқушылар стикерге өзінің ой пікірлерін жазып жабыстырады. Үйге тапсырма. Саржан мен Есенгелді оқиғасы арқылы қазіргі заман жастарына берілетін сабақ тақырыбына эссе, қысқа шағын эссе жазу. Құрметті мұғалім, алда қағар романы бойынша 11 сынып оқу бағдарламасында берілген тақырыптарға арналған сабақ жоспарларын бөлісетін боламын. Сіздердің кері байланыстарыңыз жаңа әдіс тәсілдер ізденуіне жол ашады. Пікір қалдырыңыздар.